сияқты енді бізге айырмашылық неде болып тұр? Мына жерде Ж. Яғни горизонталь бағытта дене қозғалыста болатын болса, ол дененің үдеуі А әрпімен белгіленетін болса, ал мына вертикаль, яғни Y көзбен не алатын болса, бұл дене әрқашанда жоғары, төмен лақтырған кезде дененің үдеуі, яғни Ж әрпімен. Яғни S ашыққа байланысында болатын болса, уже мына формула енді есептер шығарамыз. Кім жылдам? Давайте болды. Тез орналастырып есептер шығарамыз. Топ басшылары мынау сұрақтарға жауап берген оқушыларға бағалап отырамыз. Абай, айжарқын дейміз. Так, мына дұрыс қой есебі, екінші топтың есебіні бейбарыс жазылады, үшінші топ. Қаны кім жазады? Шарындарға келе ғой. Сен өшіре сылайық, есептері дұрыс шығарылды. Дәптерлерімізге әдемелеп көшіріп алуымызға болады. Давайте. Жазып болатын болсақ, ойланып тап деген тапсырма берем. Яғни сағат, қағаз, қалам, осы құралдар арқылы болды. Біз осы бөлменің кез келген бөлмедегі дененің биіктігін анықтаймыз. Яғни осы 4 түрлі не бойынша, яғни қалам, қарындаш, мына тастың орнына, яғни бір парақтан берем. Осы параққа жазасыздар. Бірінші несін анықтап алыңыз ба жоқ, не істейміз бірінші балдар? Тақтаның секундомер, таспа, қалам, қағаз бар. Болды. Сонымен қалай есептейміз балдар? Қане? Біздің бір бөлшегін алып, соның биіктігін табуымыз керек, анықтауымыз керек. Яғни біз есікті алдық, осының жоғарыдан бастап биіктігін қазір анықтайтын боламыз. Біз телефонның номерін алдық, сондықтан телефон номермен анықтайтын боламыз. Метр екен, я? Так, балдар, отырамыз. Не үйрендік, не білдік. Яғни қарандаш мына жерде. Векторлық шама, белгіленуі, өлшем бірлігі, формуласы қандай шамаға тәуелді, қандай шамаға тәуелді емес. Жаңа таратқан парақшаларымызға жазам.